Ал бізде келесі техника бұл кішкентай балаларда емес, қазір үлкен адамдардың ағзасында құрттар, лямбля, аскаридоздың түрлері өте қарқынды болып келіп жатқан пациенттерге техникасын көрсеткім келіп отыр. Себебі бізде черепті қалыптарды босатып алдыңыздар, диафрагманы босатып алдыңыздар, және де келесі техника осы ішек ағзасы. Яғни біз өттің спайкасын босату арқылы өттің протоктарында тұрған лямбля мен аскаридозды біз қалыпты жағдайда осы техника арқылы түсіруге болады. Ал екі қолымызбен компрессия жасаймыз. Қатты нагрузка жасамаймыз. 10-15 грамм барынша салмақпен осы граммды ұстап отырамыз. 15 рет қайталаймыз осы техниканы. Және де өт ағзасымен бауырды жоғары қарай тартамыз. Ойнатамыз, ары жоғары, төмен, жоғары, төмен сияқты осыны 10-15 рет қайталауға болады. Және осы жасалу барысында бұлшықеттің тонустары спазм болса босайды. Және де өттің протоктарында тұрған құрттардың барлығын бұлшықет босаңсығаннан кейін ағзада өзі түсетін жолдары осы протоктар босатқаннан кейін ағзада бір құрттар түседі. Өздеріңіз остеопат жасап болғаннан кейін 2-3 көлемінде қадағалап жүрсеңіздер нәтижесін көретін боласыздар. Ал кеттік. Босатып болдық, нақты босатып болғаннан кейін өт пен бауырдың бірге тұрған бөлігін ішке қарай 25-30 грамм басамыз, 30 граммдай бар салмақпен басамыз. Компрессия жасаймыз, қатты салмақ басып 30 граммен жоғары қарай көтереміз. Қайттан 30 грамм төменге жоғарға көтереміз. Төменге жоғары көтереміз. Төменге жоғары көтереміз. Осы техниканы босату барысында қайттан жоғары қарай тарту барысын осы техниканы қайттан жасаймыз. Жасап болғаннан кейін екі алақанмен жоғары төмен дірілдетеміз. Күнде 2 рет жасауға кеңес беремін. Баланың ағзасына қатты зиян емес. Қалыпты жағдайда 2 рет, 3 рет жасауға болады.